Дүния бойлап кореец дорамаларына болған қызығушылық 1990 һәм 2000 жылларда басыланған. Яғни сол вақытлары кореец дорамалары кассеталар сатылатын дүканларда пайда болған. Сол дәуірде Корея кино әлемі бүгінгідей рең-берең һәм таң қаларлық сериалларға бай емес еді. Әйне дорамалар арқылы дүниядағы көптеген мемлекетлер Корея халқы, мәдениеті һәм үрп-әдетлеріне қызығушылық білдіре бастады. Мыңдаған адамлар дорама дискілерін сатып алар, қаһарманлар тағдиры хақында қайғырып, сериалларды басынан ақырына шекем дослары ямаса шаңырақ ағзалары менен қызығып көрер еді. Тап осы дәуірде жастар үшін арналған сериал ұсылындағы кореец дорамалары кең тарқалып, жанр халықаралық майданға шықты. Бұл процесс Корея толқыны, Хallyu деп аталады, һәм кореец мәдениетінің дүния бойлап тарқалуына себеп болды.